Бүгінгі уақытта тістің ауруынан қалай құтылуға болады? Барлығымызға таныс жағдай. Одан құтылу өте қиын. Өйткені адамның көңілін ауру сезімінен басқаға аудару оңай болмайды. Сіздерге тіс ауруын жеңілдететін бірнеше тәсілдерді ұсынамын. Ауру сезімін басатын дәрі ішу. Дәрі қағаз. Ауру сезімін басатын дәрі ішу. Суық компресс. Тұзды сумен шаю. Басты жоғары көтеру. Су тегінің асқын тотығымен шаю. Ащы жалбызбен шай. Қалампыр, сарымсақ. Тіс ауруының себептері. Не себепті тіс түнде көбірек ауырады? Стоматологқа қай кезде қаралған жөн? Видеоны соңына дейін көріңіздер. Тіркеліп лайк басып қолдап. Ауру сезімін басатын дәрі ішу. Дәрі қағазсыз рецепт. Берілетін ауру сезімін басатын парастамол немесе ибупрофен сияқты дәрілердің қабылдау көптеген адамдар үшін жеңіл және орташа тіс ауруын тиімді азайтудың ең жылдам және қарапайым әдіс болып табылады. Әрқашан қорапта көрсетілген ұсынылатын мөлшерді сақтаған жөн. Суық компресс. Тіс ауруын жеңілдетуі мүмкін. Орамалға ораған тұз салынған пакетті бет немесе жақтың зақымданған аймағына қойса, сол жердегі қан тамырларын тарылтып, бұл сезімін азайтады және адамға ұйықтауға мүмкіндік береді. Тұзды сумен шаю. Тұзды сумен шаю тіс ауруын басатын үй жағдайындағы классикалық тәсіл. Тұзды су табиғи бактерияға қарсы агент және оның арқасында қабыну үрдісін азайтуы мүмкін. Сонымен қатар зақымданған тістерді жұқпадан қорғауға көмектеседі. Тұзды сумен шаю тістегі немесе қызыл-иектерде тұрып қалған тамақ қалдықтарын алып тастауға көмектеседі. Басты жоғары көтеру. Баста қанның жиналу қосымша ауыру сезімі мен қабынуын шақыруы мүмкін. Кейбір адамдар үшін қосымша жастықпен басты жоғары көтеру оның жағдайына жақсартып, тіпті ұйықтап кетуі мүмкіндігі береді. Емдік жақпалар. Емдік жақпалар тіс ауруын азайтуы мүмкін. Дәрі қағазсыз берілетін ауру сезімін басатын құрамында бензокаин бар гель немесе жақпалар зақымданған аймақтың жансыздануын шақыруы мүмкін. Алайда ерте жастағы балалар оны жағуға болмайды. Су тегінің асқын тотығымен шаю. Пародонтит ауыз қуысының нашар гигиенасы салдарынан дамиды тіс шегінің қауіпті жұқпасы. Бұл ауру сезімі тіс шегінің қанауы мен ойықтардағы тістердің босануы сияқты проблемаларды шақыруы мүмкін. Ауыз қуысын су тегінің асқын тотығымен шаю тістік өңезді және пародонтит белгілерін азайтуға ерітіндімен ауызды шайқаңыз, бірақ оны ішпеңіз. Бұл әдіс балаларға қолданылмайды, өйткені олар ерітіндіні ішіп қоюы мүмкін. Ащы жалбызбен шай. Ащы жалбыз шаймен шаю немесе дәмделген ащы жалбызбен шай біттерін ауырып тұрған аймаққа қою тіс ауруын уақытша жеңілдетуі мүмкін. Зерттеушілер ащы жалбызды бактерияға қарсы немесе антиоксиданттық қосылыстар бар екенін байқаған. Қалампыр. Қалампырдың негізгі компоненті болып табылатын эвгенол тіс ауруын азайтуы мүмкін. Зерттеулерде тісті жұлғаннан кейін ойыққа және қызыл-иекке эвгенол жаққан адамдардың жазылу үрдісі барысында ауру сезімі мен қабынуы аз болды. Қысқаша ретінде оны абайлап шайнап немесе суырып, одан кейін ауырып тұрған тіс аймағында қалдырса, ауру сезімі азаяды. Бұл балалар үшін тиімді әдіс, өйткені олар қалампырды көп мөлшерде жұтып қоюы мүмкін. Егер адам оны жұтып қойса, қалампырдың кейбірі кенекті және ауру сезімін шақыруы мүмкін. Сарымсақ. Сарымсақ үндегі қарапайым ингредиент болып табылады. Кейбір адамдар оны тіс ауруын азайту үшін қолданады. Сарымсақтың негізгі компоненті болып табылатын аллициннен күшті антибактериалды әсері бар және бұл тіс шегін немесе тістің ауруын шақыратын бактерияларды жоюға көмектеседі. Ауру сезімін азайту үшін сарымсақтың кішкентай бөлігін ақырындап шайнап, тістің жанында қалдырыңыз. Сондықтан мәселені шешудің бұл жолын барлық адамдар таңдай бермейді. Тіс ауруының себептері. Тістердің бұзылуы. Тіс ауруының ең жиі кездесетін себебі, егер адам ем қабылдамаса, тіс шегі тісте қуыстардың пайда болуын әкеледі. Бактериялар мен қышқылдар эмаль арқылы өтіп, тістің тінін
ішінен шерткен кезде қуыстар пайда болады. Бұл жүйкені жалаңаштап, жеңіл және қатты ауыру сезімін тудырады. Кейбір адамдарда мұрын қуысының жұқпалары тіс ауруын шақыруы мүмкін. Жұқпамен шақырылған қысым мен ауыру сезімі түнде үндейді. Тіс ауруының басқа да себептері: пломбаның түсіп қалуы, тістік абсцесстер, жақтың жарақаттары, ақыл тістің шығуы, тіс немесе қызыл-ек тұрған ас қалса, түнде тісті қайрау, қызыл-ек аурулары. Не себепті тіс түнде көбірек ауырады? Тіс ауруы күндіз байқалғанымен түнде одан әрі үдейтіндей көрінеді. Бұның себебінің бірі адам жатқан кезде басқа қанның келуі. Бұл қосымша қан тіс ауруын және қысымды одан әрі күшейтуі мүмкін. Тіс ауруының түнде күшеюінің тағы бір себебі алаңдататын факторлардың аз болуы. Егер ойдың барлығы тек тіс ауруына бағытталған болса, онда адам ұйықтайды. Стоматологқа қай кезде қаралған жөн? Түнде тісі ауыратын адамдар тез арада стоматологқа қаралған жөн. Кез келген үйде қолданылатын тәсілдер ауру сезімін тек уақытша басуға арналған. Егер тістің ауруы жұқпаның басқа да белгілерімен қатар жүрсе, онда жұқпадан арылу үшін антибиотиктер қолдану керек. Егер ауру сезімі тіс жегі немесе жарықшақ шақырса, онда адам міндетті түрде стоматологқа бару қажет. Олар тұрақты шешімді таба алады. Тістің ауруы сияқты тістің бұзылу белгілеріне мән бермесе, абсцесс, қызыл-ек аурулары тістен айырылып, күрделі мәселелер әкелуі мүмкін. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Керекті көптеп видеолар салып отырамын.